Баршаңызға қайырлы күн. Мен Номер деген жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы б сынып оқушысы Бекшанжыбек Әлібекқызы және менің жобадағы жетекшім Дүйсенбекова Гүлжан Тұрлыбекқызы. Және менің жобамның тақырыбы мамандықтар әлеміне. Соның ішінде менің таңдаған мамандығым аудармашы. Мен аудармашы болғым келеді, шетелдерге саяхат жасап, әлемді танығым келеді. Және туризм саласына өз үлесімді қосқым келеді. Мамандықтың мазмұнына келетін болсақ, бүгін біз мамандықтың шығу тарихын, адамның осы мамандыққа қажет қасиеттері мен қабілеттерін, мамандықтың оң және кері жақтарын, сондай-ақ осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады, және де осы мамандық адамдарға қажет салалар, яғни аудармашы мамандығын қажет ететін салалар мен маманның мансаптық болашағын, сондай-ақ қазіргі уақытта еңбек нарығындағы мамандықтардың сұранысын қарастыратын боламыз. Мамандықтың шығу тарихына келетін болса, аудармашы дегеніміз бір тілді екінші тілге аударатын маман, соғыс кезінде, яғни ерте заманда көп қолданысқа ие болған, және де 21-ші ғасырдан айрықша мәнге ие болды, саяси, мәдени және де экономика жақтарында таптырмас деңгейден орын алды. Және де аудармашы дегеніміз өзге елдің өкілдерімен, автормен, оқырман арасындағы келіссөздерді жүргізетін адам. Және де еліміздің саяси және экономикалық ахуалдың өзгеруі, халықаралық ынтымақтастықтың дамуы, біздің елде шетелдік компаниялардың пайда болуына, Қазақстанның әлемдік орбитаға шығуында аудармашы мамандығы сұранысқа ие болды. Адамның осы мамандыққа қажетті қабілеттері мен қасиеттеріне келетін болса, ең бірінші ол шет тілін, яғни ағылшын тілін жетік меңгеруі, және де грамматика, орфография, пунктуацияда сауатты болуы, анық дикция, және де іскерлік кездесулерде өзінің емін-еркін ұстай алуы, және де емін-еркін байланыс орната алуы, шыдамдылық, әдептілік, сыпайылық сияқты қасиеттерінің болуы. Мамандықтың оң және кері жақтарына келетін болсақ, әрине ол мамандықтың оң жағынан бастайық. Көп тілді білу арқылы, яғни шетелдерге саяхат жасап, және танымал адамдармен кездесуге мүмкіндік туады. Және де сұранысқа ие мамандық болғаны үшін жалақысы да жоғары. Мамандықтың кері жақтарына келетін болсақ, оқудың қымбаттылығы мен денсаулыққа әсерін айта аламыз. Және де осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады. Аудармашы мамандығын мектеп кезден бастап оқуға болады, және де мектеп бағдарламасынан тыс түрлі курстарды оқып, колледждер мен жоғары оқу орындарынан, және де Қазақстан Республикасында 30-ға жуық универлік осы мамандық бойынша білім бере алады. Және де осы мамандық адамдары қажет салалар, яғни аудармашы мамандығын қажет ететін салаларға келсек, жарнама агенттігі, баспасы, бұқаралық ақпарат құралдары, халықаралық байланыс саласы, медицина, мәдениет саласы және туризм мен спорт саласы. Айта кетейін, халықаралық аудармашылар күні 30-шы қыркүйек күні. Және де халықаралық аудармашылар күніне орай Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі, тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің қолдауымен Алтын көпір байқауы өткізіледі. Алтын көпір байқауының негізгі мақсаты әдеби және мәдени қарым-қатынастарды нығайту, дарынды аудармашыларды анықтап, оларды ынталандыру болып саналады. Болашақта аудармашы мамандығы өзекті бола ма? Иә, әрине, аудармашы мамандығы болашақта да, алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Технологияның дамуына және автоматтандырылған машиналық аудармалардың пайдалану мүмкіндігіне қарамастан, ол тіл мен контекстің барлық нюанстарын жеткізе алмайды. Және де осымен менің жобам аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Здравствуйте, дорогие учителя и учащиеся. Я ученица средней школы номер 138, ученица 9 Б класса Жильцевой Алина. Мой руководитель по данному проекту Дүйсенбекова Гүлжан Тұрлыбековна. Моя выбранная профессия. История происхождения данной профессии переводчика – это специалист, который переводит один язык на второй. Профессия переводчика применялась с древних времен, особенно во время войны она была очень сильно востребовательной. В 21 веке оно обрело незаменимое значение в социальных, культурных, а также политических уровнях. Переводчик – это человек, который ведет переговоры между представителями разных стран, между читателем и писателем. Качества, а также способности, которые должны быть у человека для данной профессии. Первое, самое главное, это знание английского языка на высоком уровне, также грамотная грамматика, орфография, четкая дикция, пунктуация, а также умение свободно общаться в деловых встречах. Содержание данной специальности, история происхождения данной специальности, качества, также способности, которые должны быть у человека для данной специальности, минусы и плюсы профессии переводчика, отрасли, в которых требуются люди в данной профессии. Откуда можно получить образование по данной специальности? Базу мы получаем в школе, то есть учеба в школе. Также мы можем ходить на курсы вне школьной программы, также получаем самообразование в вузах, а также в университетах и в колледжах. То есть в Казахстане есть более 30 университетов, в которых мы можем получить данное образование по данной специальности. Плюсы и минусы данной профессии. То есть правая сторона профессии – это многоязычие, путешествия за рубеж, также встречи с высокооплачиваемыми и известными людьми. Отрицательная сторона профессии – это высокая стоимость обучения, а также влияние на здоровье.
Отрасли, в которых требуются люди данной профессии, это у нас рекламное агентство, издательское дело, сфера международных связей, сфера культуры, медицина, а также спорт и туризм. 30 сентября – Международный день переводчиков. Конкурс «Золотой мост» пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Основная цель конкурса «Золотой мост» – это укрепление литературных и культурных связей, а также выявление талантливых переводчиков. Будет ли актуальна профессия переводчика в дальнейшем? Да, конечно, профессия переводчика будет популярна и актуальна в дальнейшем, несмотря на появление новейших технологий, которые могут автоматизированно переводить все текста, оно не сможет передать все нюансы, а также контекста данного языка. Спасибо за внимание. Hello everyone, my name is Narbuta Nasha and I study 10th grade school number 128, and today I want to tell you about my future profession. My chosen profession is a translator. I want to be a translator. I want to be a travel abroad and explore the world. I want to develop the tourism industry. Content of the profession, history of the origin of the profession, qualities, abilities of a person necessary for the profession, pros and cons of the profession, where to get an education in the specialty, areas in which people of this profession are needed, career prospects of a specialist, the demand of specialists in the labor market at the moment, and other questions. History of the origin of the profession is a translator, is a specialist who translates one language into another. The profession of a translator has been used since ancient times, especially during the war. He uses the profession of a translator a lot. In the 21st century, it has acquired a